Абайға қош келіпсіз. 29 жылға бір кітап аз емес пе? Жоқ. Біз ата-анамыздың қасына ауру адам құсап отыратын едік. Атақ деген жалпы жақсы нәрсе. Адамның ішкі әлемінде ештеңке қамаған кезде сыртын жарнамалай бастайды да. Сен оны түсіну үшін біраз ақыл жұмсау керексің. Содан кейін барып түсінесің. Ардақ Назаровты құрметтеймін. Никола Тесла тұр шығармасында. Уранды жаттан сұрап, үлгіні жаттан іздеудің қажет жоқ бізге. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер және біздің оқушыларымыз. Бәрекелді. Абайға қош келіпсіз. Біздің шақырылымызды қабыл алып, арнайы ат басын бұрған үшін біздің жалынды жастар атынан жалпы қорымыздың атынан үлес алғыс айтамыз өзіңізге. Бүгін бізде қонақта қазақ еліне танымал Абай Қалшабек ағамыз келіп отыр. Абайға қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Жақтастарыңыз, жұмысыңыз? Аллаға шүкір, бәрі дұрыс. Бәрекелді. Көңіл-күйіңіз жақсы? Көңіл-күй өте жақсы. Бәрекелді. Біз де қуаныштымыз сізбен үйістіп қауышып жатқанымызға. Абайға жалпы мынау биылғы өзіңіздің өміріңіздегі ең алғаш шыққан Томаға тұйықпын деген кітабыңыздың тұсауы кесілгенде бүгінгі таңда 2 айдың 100 болып қалды. Құтты болсын. Қуаныштымын, оқып шықтым. Жеке өзім өте қатты әсер алдым. Осы кітапты оқи отыра Абай Қалшабекті жақын таныдым десем өтірік айтпаған болар едім. Тамаша. Өзіңіздің бала күнінен бүгінгі күнге дейінгі қаншама бойыңыздағы қандай құндылықтарыңыздың бар, сол құндылықтарыңыздың баршасы осы кітапта жазылған екен. Тамаша. Енді сіздерге де ақыл кеңес береміз, осы кітапты бір қарап шықсаңыздар, өте өмірлеріңіз үшін пайдалы мағлұматтар өте көп екен аға. Жалпы бүгінгі таңда Абай ағамыз, мен қателеспесем 43-те. 42-демін. 42-те, жалпы сіздің өзіңіздің осы ақындық өміріңіз бастау алған жас қай жастан басталды жалпы ақындық өміріңіз? 13 жасында бір шумақтар пайда болып, ойыңа сап етіп бірден пайда болды бір шумақтар. Енді ол әдеттегі жағдай емес, бір тосын жағдай болған екен, бірінші түсінбейсің, кейін ол шумақтар көбейе бастады. 13 жасында байқалды осы нәрсе. Сонда өлең шығардым деп айтайын десең, мүмкін бұрын оқыған бір кітаптағы бір шумақтар шығар деп қорқасың алғаш кезде. Бірақ сол 13-14 жаста бұл шумақтар көбейе бастады. Бірінен кейін бір шумақтар өлеңдер жазыла бастады. Сол ең алғаш шумақтар өлеңдер 13 жаста жазылды. Тамаша. Бәрекелді. Сонда 13 жастан басталған болса, бүгінгі таңда 42-дегі сіз сонда 29 жыл осы ақындық өмірде ақындық өміріңізбен өткен екен. 29 жылға бір кітап аз емес пе? Жалпы қалай ойлайсыз? Енді менің өзімнің ұстаным, Толстойдың бір сөзі бар, жазбауға мүмкіндігің болса жазба деген. Мен көп жазатын ақындардың, қаламгерлердің қатарына кірмеймін. Менің мүлде өлең жазбайтын жылдарым бар кейде. Бір жыл бойы ештеңке жазбайтын кездер болады. Ол енді адамның табиғатына да байланысты деп ойлаймын. Одан кейін ұстанымына да байланысты. Тынышбай Рақымның бір сөзі бар, мен өлең жазбаймын, өлең мені жазады дейді ғой. Сол жазбауға мүмкіндік қамаған кезде қолға қалам ұстаймыз. Өз басым аз деп ойламаймын. Мысалға, Абайдың бүкіл шығармашылығы бір-ақ том кітап. Бірақ ол сол Абайдың кім екенін танытуға, халқына үлгі өнеге болуға жеткілікті сол бір кітаптың өзі. Керісінше 30 том, 40 том кітап жазған авторлар бар, бірақ ешкім оқымайды, елге пайдасы жоқ, ондай авторлар да бар. Сондықтан мен кітаптың санымен өлшенбейді деп ойлаймын. Тамаша. Жалпы осы кітапта бүгінгі өміріңізде бір ұмыт болып қалып кеткен әттеген-ай осын жазғанда деген секілді оқиғалар бар ма? Болды ма? Жоқ. Кітап, мысалға өмірімнің әр кезеңдерінде менде кітап шығаратын мүмкіндіктер болды да. Мысалға 21 жасында осы жеке кітап шығаратын 100% бір мүмкіндік кеп тұрды. Сол кезде мен саналы түрде бас тарттым, әлі кітап шығаруға ерте. Шығармашылық толысу керек, шығармашылық бағыт қалыптасу керек, оған әлі ерте деп асыққан жоқ мен өзім. Сол шешімге негізі өкінбеймін. Сондықтан бұл жерде әбден екшеліп, сұрыпталған шығармалар кірді. Әттеген-ай мынау кіргенде деген ондай өкініш жоқ. Ондай жоқ. Жақсы. Жалпы енді осы кітапқа ең жақсы бір көзқарас білдіріп, немесе жаңағы пікірін жазғандардан есіңізге қазір қандай пікір есіңізге түсіп тұр? Сол бір пікірмен бөліссеңіз. Мысалы, осы кеше ғана
Ақтөбе қаласынан бір оқырман жазды, Ақтөбе қаласынан. Өзі әрі-сәрі болып, бір өмірлік мәселелерді бір шеше алмай, бір шешімге келе алмай тұрған тұстарға тура келді. Маған қатты көмектесті. Ішкі әлемде бір қопарылыс өзгерістер болды. Сол үшін рахмет аға деп жазып жіберді. Нұрсұлтан деген бір жігіт. Тамаша. Сондықтан әзірге мынау ең бір свежий пікірлерден осы есіме түсіп тұр. Тамаша. Бәрекелді. Жалпы аға, мен енді осы кітапты қарап отырып, сіздің анаңыздың айналайын деген сөзіне сағынып, бір соны қайта естігіңіз келіп жүрген бір жазған екенсіз. Осы күнге дейін жалпы сол анаңыздың айналайын деген сөзін бір орнын жабатын ондай бір құнды не таппадыңыз ба? Жоқ, ол табам деген үміт те жоқ оны. Ана деген былай ғой. Қазір егер маған мынандай бір ұсыныс түсетін болса, анаңның айналайын деген бір сөзін естисің, бірақ қолыңдағы бүкіл дүниеңді бересің десе, мен бір секунд ойланбас едім. Бір ғана сөзін естисің десе, ана деген ол қасыңда жүрген ең үлкен жанашырың. Мен мысалы анам өмірден өткен кезде мынандай күйді басынан кештім. Мен енді 36 жасында өмірден өтті анам. Алматыдан бір сапарым есімде де, Алматыдан келе жатырмын. Таңғы 5-те келіп үйге кірдім, сөйтсем анам ұйықтамай бізде нар дейді. Тапшан дейсіздер ма? Бізде ол нар дейді. Сол нардың үстінде ұйықтамай мен күтіп отыр да, таңғы 5-те. Қазір олай ешкім күтпейді мені, және олай күтеді деп күтпейсің да оны ешкімнен. Кейде мысалға анаңа еркелейсің, сенің еркелігің шегі жоқ қой. Мысалы мен түнде тұратын емді шай деп жылайтын тұғым. Сол анам тұрады да шай әкеледі, дастарханды кішірек қылып жасайды, түнгі 3-те 4-те болып отқан оқиға ол. Содан кейін мен анама айтам, дастархан дәу қылып жаз деймін да. Дәу қылып жазады. Содан кейін дастархан дәу қылып жазылды, шай келді, іштейді ғой. Енді айналайын деп айт деймін ғой. Сол айналайын деп айтады, мен жөндеп айт деймін. Жөндеп айтады. Сол айналайын деп жөндеп айтқан кезде барып шай ішесің. Енді мына еркелікті анадан басқа кім көтере алады? Одан кейін мен енді жұмыс барысыма байланысты көп іс сапарда жүрдім ғой. Алматыға кетесің, Астанаға кетесің, кейде шығысқа, батысқа кетесің. Сол кезде анаң шығарып салады да. Және шығарып салған кезде үйден біраз жерге шейін, одан кейін таксимен кетіп бара жатасың ғой. Таксимен кетіп бара жатқанда айнадан қарасаң, анаң әлі қарап тұрады. Ең алғаш рет сол анам сапарға шығарып салмай кетіп бара жатқан кезде менде бір мынандай бір сезім болды. Бір арқам өңірейіп тұрған сияқты. Арқаң бір опырылып қалған бір жар сияқты. Сондай бір күй болды да. Сондықтан анасы тірі адамдар ананың қадірін білу керек. Мен осындай кездесулерде жиі айтып жүрмін. Анаң жұмсаған кезде барып жұмсаған тірлігін істеу керек та. Ана тағы мен жұмсаңшы деп айту керек. Тағы да жұмсаса, ана тағы да жұмсаңшы мен деп соны пайдаланып қалу керек. Өйткені ертең ананың жұмсауына зар болып қалатын бір күн келеді. Ананың айналайын деп айтқан сөзін аңсайтын, бірақ оны ести алмайтын бір күндер келеді. Соның алдында сол сәт пайдалану керек. Одан кейін анаға жақсылық жасаған адам да жасамаған адам да өкінеді екен. Анаға жақсылық жасаған адам неге көбірек жасамадым деп өкінеді. Ал жасамаған адам неге жасамадым деп өкінеді екен. Сондықтан сол өкінішті азырақ қылудың қамына кірісу керек. Мен білсем, сіздің үйіңізде анаңыздың өз қолымен дайындаған бөстегі тұр. Сол бөстек жайлы кішкене айтып берсеңіз. Анам өмірден өткен кезде бізде көпшік дейді. Анам үнемі шай ішкен кезде отыратын бір көпшік бар еді. Мен енді отбасында 11-ші перзентпін ғой. Сол бауырларым айттым, рұқсат болса көпшікті мен алайын. Қазір үйде сақтаулы тұр. Ол жер бетіндегі ең құнды нәрсе. Өйткені ол жер оны анам ұстаған, анам отырған, анамның бір заты. Сондықтан сол ананың отырған көпшігінің өзі қадірлі болып кетеді екен. Одан кейін бір қазақта бір сөз бар, көз көрген деген. Анам өмірден өтіп, жаңағы гаптес кемпірлер бар ғой, құрбылары. Сол кісілер келе жатқан кезде, сол көз көрген деген сөз түсіндім да. Анаңмен сырласқан, әзілдескен, бірге жаңағы дастарханда отырып ән айтқан, өлең айтқан замандастарын көрген кезде
әрқайсы бір анамның бір бөлшек бір естеліктерін арқалап келе жатқандай сезімде болдым. Сондықтан тек қана ата-ананы емес, ата-ананың құрбы құрдастарын, ата-ананың сыйлайтын адамды сыйлау керек. Бұрынғы ғалымдардан қалған бір сөз бар. Біз ата-анамыздың қасына ауру адам құсап отыратын ек деген. Ауру адам қалай отырады? Бүрісіп, адамға қарауға мұршасы жоқ. Неге? Өйткені ата-анамызды ренжітіп қоямыз ба деп қорқады екен да. Бетіне тіке қарауға қорқамыз дейді, ауру адам құсап отыратын ек деген. Ауру адам жан-жағына қарауға мұршасы болмайды. Даусы жай шығады. Даусын көтере алмайды, айқайлай алмайды. Сондықтан ата-ананың қасында ауыспалы мағынада осындай ауру адам құсап отыру керек. Дауысты түсіру керек. Тіке қарамау керек ата-ананың көзіне. Жаңағы қайталап айтамын, жұмсаса тағы да жұмсаңызшы мен деп айту керек. Одан кейін күніге анасы қасында тұрып, бір рет маңдайынан сүймеген, бір рет құшақтамаған баланы нағыз бала деп айтуға болмайды. Ананың аяқ киім сүрту керек. Ананың киімін жуу керек, үтіктеу керек. Әкеге аяқ киімді қойып жіберу керек, ата-анаға қызмет жасау керек. Сіздің жаңағы үлкен ағаңызды анаңыз өмірден өткенге дейін есімін атамаған екен. Осының сыры не жалпы? Біз енді қазақтың дәстүрінде біз қол үзіп қалған өте үлкен құндылықтар бар. Соның біреуі менің ең үлкен Арын деген ағам ғой. Мен өз отбасында 11-ші перзентім деп айттым. Сол ең үлкен ағамыздың аты Арын да. Сол анам ана кісінің атын атамайтын еді. Оны атамайтын себебі ол әжеміздің қолында өскен да. Сол ол енді көрдіңіз бе, енеге деген құрмет, ол кісінің Төрежан дейтін еді. Өзінің баласы ғой енді. Сол мен балам ғой, кішкентай балам, сөйтіп анам айтам да, апа бір рет Арын деп айтасаңшы, ешкім жоқ деймін да мен. Жоқ, айтпаймын дейді. Айтқан жоқ. Өмірінің соңына шейін айтқан жоқ. Одан кейін анам өмірден өтер ден 2-3 күн бұрын жаңа есінен танып реанимацияға түсті ғой. Сол реанимацияда жатқан кезде бір ағам кірді, сол кезде айтты да, жаңағы ең үлкен баласының атын айтты, сенің атыңды айтты деді, жаңа есінен танып жатқан кезде. Сөйтіп мен сұрақ қойдым, Арын деп айтты ма деген, жоқ, Төрежан деп айтты дейді да. Сол есінен танып жатқан кезде атын айтпаған күйі өмірден өтті. Енді бұл қазақтың дәстүрі. Мысалы, ауылда жеңгелеріміз менің атымды атамайтын. Былай деп айтатын. Кішкене бала дейді, мырзаға дейді, мырза жігіт дейді. Соны байқап отырсам, ерке бала дейді. Дұрыс айтасыз, ерке бала деп көп айтатын мен. Сол былай қарасаң бір қарапайым нәрсе, бірақ сол жеңгелерге деген құрметім бөлек та. Ал енді абай деп айтатын жеңгелерге деген құрметің ондай емес. Сондықтан бұл қазақтың дәстүрі жеңге мен қайынның арасын жалғап тұратын бір алтын көпір сияқты нәрсе екен. Сен абай деп тұрған жеңгеңе деген қарым-қатынасың мүлде бөлек болады. Сені мырзаға деп тұрған жеңгеңе деген құрметің аспан мен жердей болады. Оны мен мынаған ұқсатам, алманың қабығын бір тістесең демде қоп-қоңыр болып кетеді ғой. Кейбір қарым-қатынастар сол сыртқы қабығын сақтап тұратын нәрсе екен де, қазақ оны ат тергеу деп айтады. Үлкен адам атын айтпайды, жанамалатып айтады. Бұл енді үлкен бір біздің саф алтындай салтымыз, ғибратты ғұрпымыз бұл. Тамаша. Мынау енді томаға тұйықтық қысамын аға, бір бөлікті толып, жаңа әкемнің әңгімесі деп бастаған екенсіз. Өте көп әңгімелер. Бұл енді жалпы бұндай оқиғалар бұл енді қазақ даласында өте көп қойған негізі. Мен ойлаймын да, жалпы осы сіздің осы бір бастамаңыз қанша қазақ ер азаматтарға бір ой түрткі болды деп ойлаймын да. Осыны оқып отырып, маған да түрткі болды, менде неге жазып алмасқа дегендей. Дұрыс. Сол түрткі болса, онда оның өзінің қызметін атқарған сол. Ең алғаш осы әкемнен әңгіме жазып алу деген қай кезде басталды? Атамыздың қарындасы қайтыс болды. Кенжей деген әпкеміз қайтыс болды, 94 жасында. Сол кісіні жерледік. Сол жерлеп қайтып жатқан кезде бір өкініш болды да менде. Анау 94 жыл бір ғасыр ғұмыр кешкен әпкеміз өмірден өтті. Бабамның көзін көрді, атамның көзін көрді. Мен атамның да бабамның да көзін көрген жоқпын. Менің атам, әкем 5 жасар кезінде қайтыс болып кеткен, әкемнің де есінде жоқ әкесі. Ата көру, атаның түрін көру деген бізге арман, суреті де жоқ. Мысалы, кейбір адамдар атасы жүреді үйінде, қадірін біле бермейді. Мен атамның суретін егер қазір тапсам, қандай жағдай болсын қол жеткізерім сол суретін көру үшін. Ол бірақ сенің атаң үйінде жүрсе оны білмейсің да, мен мысалы оны білем. Сол айтайын деп отқаным, мынандай бір өкініш болды да. Әпкем, бабамның, атамның көзін көрген әпкемнен аталарым туралы бір естелік жазып алуға өрем жетпей қапты. Енді ол сұмдық бір өкініш сол кездегі. Содан кейін әкем айттым. Әке, бүгін осындай нәрсені түсіндім, қатты өкіндім. Енді бабаларымыз туралы
кейінгі ұрпаққа айтуға жарайтын бір әңгімелер болса айтыңыз, мен жазудан ерінбейін деп, бір ай отырып 2 блокнот әңгіме жазып алдым. Мен тура енді бұл сұрақты қояды деп ойлаған жоқ, мен тастамайын бұл блокноттарды. Мына 2 блокнот қараңыздар. Іші тола әкемнің әңгімелері. Қазақта бір сөз бар, жеті атасын білмеген жетесіз деген. Енді осының ішінде қараңыз, анамның да бір сұхбатын өз аузынан жазып алғанда, әкесі туралы әңгімені. Қазір енді андасын оқып отқан кезде тура анаммен сөйлесіп отқандай күй кешем. Оны енді сен анаң өмірде өтіп кеткенде тірі кезінде үлгермесең, кейін үлгере алмайсың оған. Қазақта бір сөз бар, жеті атасын білмеген жетесіз деген. Ол жете деген сөз мағынасы пышақтың жүзінің сабына кіріп тұратын бөлігі дейді, түсіндірме сөздікте. Сонда жеті атасын білмеген жетесіз деген жүз жоқ сап сияқты да жарамсыз пышақ сияқты болып қалады. Ал енді жеті атасын білу деген не? Сондай бабалардың жақсы үлгі болатын қасиеттерін әке бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа беру керек. Жеті атасын білу деген осы. Ол терең мәселе. Мысалға мен жеті атасын білу жолында мына 2 блокнот жазғаным, бұл істеуге болатын міндеттің 100-ден 1 бөлігі. Осындай том-том нәрсе жазып алуға болады. Міне әкемнің әңгімесі деген мәселе осы. Одан кейін осындай әңгімелер бәріміздің әкелерімізде, аталарымызда бар. Дер кезінде қағазға түсіріп алу керек. Жақында біз Азамат деген жігіттің кітабының тұсаукесері болды. Сол тұсаукесер жүргіздім мен Шымкент қаласында. Сонда Азамат айтады да, бізге ұстаздарымыз айтатын дейді. Естіген әңгіме 3 күннен кейін, ары кетсе 3 күннен кейін ұмытылады, жазып алу керек дейді. Сондықтан ол айтады, мен ғалымдардың алдында отырған кезде үнемі қойын дәптер, қалам, қағаз қолымда тұратын жазып алатын дейді. Енді қазір мынаның ішінде кейбір жазуларды оқып отқан кезде таң қаламын мен. Қай кезде жазғаныңды ұмытып кеткесін, бірақ сақтаулы тұрып қалғанда мына жерде мысалы үшін. Сондай ғой. Сол жаңағы мына кітаптың ішіне осы жазбаларды екшеп, кішкене реттеп, әкемнің әңгімесі деп кіргіздім. Тамаша, керемет. Енді өзіме ұнаған осы жердегі бір әкеңіздің әңгімесінен мынау мынандай тақырыпта не бар екен? Сіздің әкеңіздің Дәулет деген ағасы болған. Сол кісі қайтыс болғаннан кейін жаңағы қарыз өтелген деген тақырыппен бір не алған екен. Сонда маған мынандай ой келіп жатыр да. Енді ол кісілер 70 жыл Құдай жоқ деген тәрбиеде тәрбиеленген азаматтар ғой. Сондай Құдай жоқ деген тәрбиеде тәрбиелене отыра. Қараңызшы, енді өмірден өтіп кеткен ағаш үшін сіздің әкеңіз бар, Өзбекстанда қалып кеткен бір жаңа көкесінің танысынан қазы бар ма жоқ па деп іздеп баруын айтамын да. Бұл қандай бір құндылық. Бүгінгі таңда ойлаңызшы, біздің тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан асып жатыр. Енді Құдай бар деген имани тәрбиемен ұштасып тәрбиеленіп жатырық қой. Десе де бұндай құндылық біздің бойдан табылмайды да. Бұның сыры неде аға жалпы? Ол кісілер жаңағы Құдай жоқ деген қоғамда өмір сүргенмен отбасында Құдай бар деген тәрбиені қанып ішті да ол кісілер. Шын имани бұлақтан сусындады. Сол жағы қараңыз, сол ағасы мен шешесі бөлек екеуінің. Өмірден өткен, ол қарыз жоқ өрді. Қарыз бар ма екен деп іздеп барған. Сонда дайын көлік жоқ, жаяу жалпы сонау Өзбекстанның шекарасындағы бір ауылға барған. Сөйтіп жаңағы қазіргі Келес Абайға барған екен 10 шақырым жаяу бір тағы бір жерге іздеп барып, сөйтіп іздеп барса ана кісі айтыпты, Дәулеттің қарызы жоқ менде депті. Одан кейін батырым деп отырушы еді, үмітін ақтапсың шырағым деп жылады дейді. Қосылып екеуміз де жылады дейді. Қарыз жоқ деп шыққандай. Соң қайтар кезде есік алды 2 құнан тұр, біреуін мінгіздім саған депті. Әкем жоқ рахмет, құнанды мінбеймін деп атымен әкеп шығарып салды дейді, жаңағы Ишан базар деген жерге шейін. Соң әкемнен сұраймын ғой, неге атты мінбедіңіз дейді ма? Сөйтсем айтады, қарыздан құтылу ниетіме шықтым ғой дейді да. Сол үшін атты мінген жоқпын дейді. Сонда қараңыз, ағасының қарызы жоқ па деп ағасымен бірге істескен адамдарды аралап шыққанда, ол адам мен әкем танымайды, ат мінгізіп жіберіп жатыр. Қазақтың болмысы бұл. Жақында бір Нысат деген бір Диханкөл ақсақалдың соғысқа бару оқиғасын естіп қалдым да. 16 жасар жігіт, ағайын бір әке бір шеше емес. Әкесінің ағасының баласы ма туысқан бауырын соғысқа кетіп баратқан ғой. Соны қимай бауырым деп соңынан кете берген ғой. Сөйтіп пойызға мінген жасырынып, содан кейін сен қайда барасың дейді да, бір кезде көзге түседі. Соны айтады, мен кетпеймін дейді, бауырым өмірге барам деп. Соны қайтпай тұрғаннан кейін әкетіп қалған, 16 жасында соғысқа кеткен. Сонда бауырлық сезімді қараңыз. Бауырлық сезім, не деген сезім? Өкінішке орай қазір қасында жүрген бауырымен есептесетін, қасында жүрген бауырмен ұрсатын, соттасатын жағдайлар көріп жатырмыз өкінішке орай. Мен әкем айтады, Бәйтен деген көкеміз өгемнің тауында жүріп жылап жүр дейді да бір күн. Қарасаң жылап жүр.
көке не болды десем, ана елдегі бір ағайын 3 атадан барып қосатын бір бауырын, оның жағдайы не болып жатыр? Қарны тоқ па екен деп, соны ойлап жылап жүр дейді. Сіз осыны елестете аласыз ба қазір? Мен елестете алмаймын оны. Міне бауырлық сезім деген осындай болды бабаларымызда. Өкінішке орай қазір біз дамып кеттік, қатты білімді болып кеттік, өркениетті болып кеттік де, бауырға суық қарайтын, іздемейтін, сағынбайтын жағдайға жеттік өкінішке орай. Бұның бәрі сол қазақы танымнан, тәрбиеден алыстаудың жемісі. Тамаша. Жалпы аға, енді сіз көп әңгімеңізде осы ескілі, енді өткен азаматтардың бір оқиғасымен байланыстырып бір айтып жатасыз кейде. Осы жалпы абай қойшын, осы баяғылардың әңгімесін деген секілді жүзіңізге немесе бір артыңыздан осындай әңгімелер айтып жатқанда естімедіңіз бе? Енді бетіме ешкім айтқан жоқ. Кейде ана бір журналист сұрады, неге сол ескіні көп қозғайсыз деді. Соны мен айттым. Жаңаны сендер қозғап жүрсіңдер ғой, ескіні де қозғайтын бір адам керек қой. Сөйтіп әзілмен жауап бердім. Ал енді бетіме ешкім айтқан жоқ. Ал сыртынан айтса, ол сыртынан айтылған әңгімелерге мен шаруам жоқ. Бір ғалым айтады ғой, жаңа сабақ беріп шығады, үйіне шейін біреу боқтапты да балағаттап. Сол балағаттаған адам айтады, сол кезде не үшін балағаттағанды да есінде жоқ дейді де қазір. Сондай бір себебі жоқ еді дейді. Үйіне шейін боқтап барған ғой ғалымды. Сөйтіп ғалым айтты, болдың ба деген ғой, үйіне барған кезде. Оны неге сұрадың сен? Болсаң үйге кірейін деген да. Үйіне кіріп кеткен. Сол ертесінде бір шәкірт сұраған ғой. Ұстаз, кеше сізді біреу үйіңізге шейін боқтады ма? Иә, боқтады. Неге жауап бермедіңіз деген ғой. Былай деп сұрапты, боқтап жатқан кім деген да? Анау. Мен не қатысым бар деген да бұған. Түсіндіңіз ба? Сондықтан сырттан әңгіме айтқан адамда мен шаруам жоқ. Ал бетіме келіп айтатын болса, онда не үшін айтып жатқанын кішкене сұрап, сабырмен сұрап білу керек. Неге айтып жатсың? Саған бұның не зияны бар деген сияқты. Онда конфликт шешуге болады ғой. Бәрекелді. Бір кісіге бір ғалымға айтыпты ғой, сіз сырттан жамандап жатсыз, сыртынан мен ұрса да болады деп айтады дейді. Бәрекелді, жақсы. Жалпы енді осы тұста мынандай бір сұрақ қойғым келеді сізге. Атақ дегенді қалай түсінесіз аға? Өйткені бүгінгі таңда жастарымыз қалай болғанда бір елге танылсақ, сөйтіп оңай ақша тапсақ деп жаңағы байнер болып кетті. Мысалға, әйтеуір осындай бір желіні пайдаланып, ашық-шашық деген секілді бір осы қалай болғанда да атаққа жетсек деген сияқты бір трендке айналып кетті да. Осыған көзқарасыңыз қалай жалпы? Мен бұған Абайдың сөзімен жауап беремін. Абай айтады, егер атақ адамды өзі іздеп тапса дейді, онда оның көркіне көрік қосады дейді. Атақ деген жалпы жақсы нәрсе. Ал егер адам атақты іздесе, ол адамдығынан айырылады деген. Сондықтан атақ деген ол жақсы нәрсе. Егер өзі іздеп тапса сені, өзі келсе, саған өзі бұйырған болса, ал енді атақты болам деп сол жолда қызмет ететін болса, ол әурешілік ол. Ол адам адамдығынан айырылады, ол айырылып жатқандарды көріп жатырмыз қазір. Бұған Абай диагноз қойып берген осыдан 150 жыл бұрын. Атақ деген дұрыс болмаса шатақ қой. Дұрыс айтасыз. Аға, жалпы мынау енді біздің қоғамда қазір мына қыз тәрбиесі болсын, жастардың, балалардың тәрбиесі болсын, бүгінгі таңда кальянға құмар, ставка тігу секілді қазір байқап жатырмыз. Қыздардың да кальян шегуі, темекі шегуі бір ашық болып кетті да. Баяғыда әйтеуір бір тығылып, бұрыш-бұрышта шегіп, қазір Инстаграмда еркін шегіп, осындай бір күнәлі істердің жер бетінде жайылуына жалпы кім кінәлі осы тұста? Сол қыз баланың ағасы ма, ата-анасы ма, жалпы қоғам кінәліміз бе? Ойыңызды білдіре кетсеңіз. Мысалға, мен өзім ес білген кезде мен ішпейтін адам көрген жоқпын да, ес білген кезде. Өйткені сондай қоғам еді, кеңес дәуір. Қонақ кесе болды, жаңағы ішімдік қойылатын. Сонымен ішпейтін адам бар ма екен деп ойланатын едім да. Сон бір күні бір адамды көрдім. Сол 10-11 жасар кезімде көрдім, және ол адам мен өмір бойы қарыздарым. Ол адам мен өмірде бар екен білмейді да, мені танымайды да, бірақ сондай бір тәлім беріп кетті да. Жаңа қойшының баласымыз ғой. Бір Өзбекстаннан бір хирург жігіт ана қазақ күшік іздеп кетті да қораға. Сол күшік деген не көп қой, біреуін бердік. Сөйтіп жаңа жігіт аппақ көйлек, аппақ кәсім шалбар, аппақ Жигули, ол кезде Жигули деген ол теңдесі жоқ көлік енді ол. Сол енді келіскен бір жігіт, өзі хирург екен, бүйтіп айтып қалды да мен арасынан, өмірімде мен ішімдікті дәм татып көрмегем деп қалды. Сонда бірақ сөйлем әшейін әңгіменің арасында айтты, оны не үшін айтқан мен білмеймін. Ана ішпейтін адам бар екен ғой деп маған өте үлкен қолдау болды ғой. Тамаша.
өзі кішкентайдан ондайды ішпеймін деген бір шешім болды да. Міне қазір қараңыздар, осы уақытқа шейін мен мына пиво, вино, кальян, темекі деген мен дәм білмеймін. Бірақ ешкімнен кем болған жоқпын. Енді жастар былай шатасады, мен кальян шексем заманауи боламын деп ойлайтын шығар, авторитет боламын деп ойлайтын шығар. Енді бір істі бастайтын кезде соңына қарау керек. Мысалға мен кезінде мектепте бір ғылыми жұмыспен айналысты оқушым. Сол оқушымен бірге наркодиспансердің реанимациясына кірдік біз. Сол жердегі басшы рұқсат берді. 4 адам жатыр. Спирт ішімді ішіп шегіне жеткен кезде адам теріс түсіп қалады екен. Сондай адамды көрдім да мен. Соны енді арақты бастаған кезде оның шыңына шыққан адамдарға қарау керек. Көшедегі бомждар, үйсіз күйсіз қалған адамдар, туған туысынан айырылған адамдар, соған апарат түбі. Ал темекінің түбі өкпе ауруы, туберкулез деген сияқты. Сондықтан бір істі бастаған кезде түбіне қарау керек, ойлану керек. Ал енді авторитет болған кезде білім іздеу керек, атағың шыққан кезде білім іздеу керек, құрметті болған кезде білім іздеу керек, адам болған кезде білім іздеу керек. Абай бүйтіп айтады: қашан бір бала ғылым білімді махаббатпен көксейтін болса, сонда ғана оның аты адам болады деген. Адам ол кальянмен, темекімен, түнгі клубтардағы бимен болмайды ол. Атақ, абырой деген онымен келмейді. Ол өткінші алдамшы нәрселер. Осыны түсіну керек шығар. Одан кейін мысалға мен айтып отырмын ғой, мен өскен ортада ішпейтін адам болған жоқ еді. Бірақ мен былай жел өлетсем болады ғой, бәрі ішіп жатыр деп. Жеке жауапкершілікті ойладым мен кішкентай кезінен. Ішкен жоқпыз, ішкеннен кем болған жоқпыз. Дәлелді. Мынау енді кейде Инстаграмда ашып жатсақ, мынау төсін көрсетіп, немесе бір ашық-шашық киіп жатқан қыздарды көрген кезде қандай ойға шомыласыз жалпы? Ондай кезде мынандай ой түседі: адамның ішкі әлемінде ештеңке қалмаған кезде сыртын жарнамалай бастайды да. Өйткені іші бос деген сөз да. Ішінде ештеңке жоқ, көрсететін беретін. Сондықтан оларға солай қараймын. Адамның ішкі әлемінде ештеңке қалмаған кезде ол сыртын жарнамалай бастайды. Ол және сонымен мазақ болады. Ағаны жалпы томаға тұйықтында бағыңызда Ханбибі деген бір апамызды сөзге тілге тиек еткен екенсіз. Мынау кіммен? Қасым Қайсенов атамызбенен. Сол жерде бір Қасым Қайсеновтың 90 жасқа таяған шағында жаңағы Ханбибі деген анамыздың бір ауыз сөзі үшін 5-ші этажға өзі таяғымен сүйіп шығуы. Енді осы жерде Қайсеновті жаңағы Ханбибі анамыз арқалап демеу көрсетейін десе де, атамыз өз шыққан екен. Сіз енді осы жерде оны шығарған бір намыс деп көрсеткен екенсіз. Осы намыс дегенді қалай түсінесіз аға? Бүгінгі таңда біздің осындай намыстар бар ма біздің қоғамда қазір? Мынау жаңағы оқиғаны кішкене айтып жіберейін мен, шет жағасын. Нұри Камал деген ән бар ғой. Соның авторы ғой жаңағы Ханбибі қара қыз деген апамыз, ақын апамыз. Сол кісімен мен сұхбат алдым. Баукең туралы бір сабақ өтетін болдым да, арасында жаңағы сұхбатты қосу үшін Баукеңмен арнайы жолыққан ол кісі. Сол эпизодты түсіріп алу үшін барған едім. Жаңағы 10 минутқа барғанбыз ғой, 1,5 сағатта әңгіме құрдық қой сол кезде. Сонда мынандай бір әңгіме айтты да. Бір күні таңғы 7-те үйдің қоңырауы басылады, ашсам, Талаптан Ахметжан деген жазушы келіп тұр дейді. Атақты жазушы ол кісі. Сөйтіп, кел десем, сізді Қасым Қайсенов ағамыз іздеп келіп тұр дейді да. Қасым Қайсенов деген ол аңызға айналған тұлға ғой. Қазақта 3 батыр болса, соның біреуі, 2 батыр болса біреуі. Мысалы, Бауыржан айтқан, батыр деген атақсыз-ақ өзі батыр екенін көрініп тұрған 2 адам бар деген. Біреу Қасым, біреу Рахымжан Қошқарбаев деген. Сол жаңағы сол кісі үйіне іздеп келіп тұр да. Соған есім шығып кетті дейді, түстім дейді төменге. Сөйтіп, аға қалайсыз деп амандасын, Қасым ағамыз айтты. Сенің өлеңдеріңді оқыдым депті. Ой тоба, Қазақтан да осындай жақсы өлең жазатын қыз шығады екен-ау деп тамсандым, риза болдым. Енді Жаңақорға емделуге кетіп бара жатыр едім, арнайы жағдайын білейін деп кеп тұрмын қызым. Мен енді денсаулығыма байланысты емделуге кетіп баратым, мен бөгелмей жүрейін депті. Сонда Ханбибі апамыз айтады, кетейін деп тұр дейді да. Енді Қасым Қайсенов күніге үйге келіп тұрған жоқ қой. Үйге кіргізейін деп айтты, аға қыздың жаманы атқа шөп салуға жарайды деген, үйге кіріңіз, шай ішіңіз деген ғой. Сол айтты, сен өзің анау шымшық құсап биікте қонақтапсың, 3-ші ма 4-ші этаж. Мен аяғым жүрге жарамайды шырағым. Мен қазір гәупиіп денем тұрғанмен, мен бұрынғы күш қуат жоқ қазір менде. Аяғым жүрге жарамайды, мен жүре берейін қызым депті.
кетейін деп тұр дейді да. Енді Ханбибі апамызда характер бар ғой, түс деп айттым дейді. Қызда енді ол жаңағы характер бар қыз да. Сөйтіп жаңағы Қасым ағамыз талаптан қорып, не деп жатыр деген ғой. Түс деп жатыр сізге деп. Түс арқалап барам өзім деген ғой. Түрі бұзылып кетті дейді ана кісінің ше. Не деп жатыр деп, арқалап барам деп жатыр сіз деген ғой. Сөйтіп ана кісі есікті ашты дейді ғой былай. Таяғы түсті дейді, таяқтың артынан аяғы түсті дейді. Содан демейін дегенім қолын бүйтіп қағып жіберді дейді. Ана сөзге намыстанды дейді да. Сөйтіп ана жерге есіктің алдына барып тұрып, Алла жәрдем бер деп айқайлады дейді. Анау 5 этаж сықырлап кеткендей бір әсер болды дейді да. Содан бір орындыға әкеп демейін дегенім кет депті. 5 этажға шығып кетті дейді ғой жаңа. Сөйтіп барып жаңағы дастарханға барып отырды дейді. Соны намыстанып шығып кетті дейді да. Соны жаңағы Ханбибі апамыз айтады, намыс өлмейді екен, егер ол адамда болса дейді. Соны бір кезде күліп айтып жатыр дейді, мен намыстанып 5 этажға шығып кетіп, мен қайтып түсемін деп айтады дейді. Сөйтіп сол жерде қонақ болып, дәм татып, батасын беріп аттанды дейді да. Намыс деген осы. Одан кейін бір жігіттер болады, бір шаңырақтың намысын қорғайтын жігіттер болады. Бұл да жақсы. Бір шаңырақтың намысын қорғай алмайтын жігіттер болады. Бала шағасына қарамайды, әйеліне дұрыс қарамайды, бала шағасының қажетін дұрыстап өтемейді дегендей. Сонда шаңырақтың намысын ойлау деген де үлкен мәселе екен да. Кейбір адамдар болады, бір ауылдың намысын қорғайды. Мысалы, Бәйтен деген ақсақал мына кітаптың ішінде бар. Бір солдат 46-47 жылдары біздің ауылға жаяу жалпы келеді, нағашылар бар екен да. Соны нағашылар көшіп кеткен екен, жаяу кетіп баратқан Бәйтен ақсақал көлеңкеде отырған ғой. Ей, бері кел деп шақырыпты. Кімсің? Қайдан жүрсің? Пәленше деген кісілердің жиен едім, іздеп келгенім көшіп кетті деген ғой. Нағашың жоқ болса адам жоқ дейсің ба? Үйге түс деп. Ол кезде жұрт нан таппай отырған қой сойды дейді. Қымыз алып келді дейді. Бір күн қонақ қып атына мінгестіріп үлкен жолға шығарып салды дейді да. Ондай асылдар қайда, ондай адамдар қайда? Бұл енді бір ауылдың намысын ойлайтын адамдар болады. Бір ауылдың ондай адамдар да аз қазір, бірақ бар. Енді елдің, ұлттың намысын ойлайтын адамдар болады. Баукең мысалға. Бауыржан Момышұлынан бір мысал айтайын. Ана Мәлік Ғабдуллин деген ағамыз айтады. 41-ші жыл соғыстың қызып тұрған шағы, мына Орта Азиялық офицерлерді елге қайтарамыз деген штаб шешім шығарды дейді. Соны бәріміз қуанып жүрміз дейді да. Ана жақта Алматыда бала шағамыз бар, әйел, туған туысымыз бар. Мына жақта соғыста жүрміз, күніге адамдар өліп жатыр. Елге қайтады дегенге қалай қуанбайсың дейді да. Сол бәріміз қайт десе қайтамыз деп қуанып тұрмыз. Сөйтіп бір кезде ана жерде бір жігіт отыр дейді. Шаштары тікірейген, жүзін кәдімгі ұсталар қашап жасаған сияқты. Тікірейіп отыр, ішіне ойландым. Ішлеген неге өйтіп түр жасап отыр деп ойладым дейді да. Сөйтіп бір кезде көзім түсіп кетеді, ана инелер шашырап тұрған сияқты дейді, басқаша дейді. Сол Бауыржан Момышұлы екен ғой сол. Орнынан тұрып айтты. Мен әкемін депті. Мен балам біреудің, бір ақсақалдың. Ауылға қайтқан жақсы көрем, жылы үйге барып жатқан жақсы көрем. Бірақ мына елдің басына осындай сын сағат төніп тұрған кезде елге барып жату бізге намыс болады. Штабтағыларда адамдар айтыңыздар, біз қайтпаймыз деген ғой. Бұл енді көрдіңіз бе, тұтас бір ұлт ойлап тұр жерде. Сөйтіп сол жол штабқа хабар жетіп қалсын деп қалып кеттік дейді. Енді Ғабдуллин айтады. Сол жол кетіп қалғанда дейді, Бауыржанда ат шықпас еді, Төлеген тоқтарып та бізде бұндай батыр болмасек дейді, даналық болған екен дейді да. Міне намыс деген осы. Ал енді біз намыс деп былай ойлаймыз қазір. Біреумен ерегескенде жеңсем, ұрсам, құлатып қойсам, ол намыс емес ол. Ол намыс емес ол. Бауыржан ағамызды өзіңіз тілге тиек еттіңіз ғой. Осы тұста Бауыржан ағамыздың мынандай бір сөзі есіме түсіп отыр да. Бауыржан ағамыз айтады, мен ұстаздықтан жолым болған адаммын. Иә. Мен ұстаздарым маған ренжімес, бірақ әжемнің ұстаздығына жетпейді деп. Иә. Осы тұста сізді әже көрген абайсыз ғой. Иә. Осы тұста бір әжеңізден алған бір құндылықтарды айта кетсеңіз. Біреуін айтайын, бір құндылық. Біз енді жаңағы атеист қоғамда оқыдық қой. Соны жаңағы Құдай жоқ деген бір сабақ өтті арнайы. Соны енді кішкентайдан жаңағы Құдай сақтасын, Құдайдан қорқу керек деген әңгімені естіп өскенбіз ғой. Жаңағы әңгімеге шок болдым да мен. Енді бірінші класста оқитын балам ол кезде 5-6 жаста. Сұмдық бір жағдайға түстім ғой. Үйге жүгіріп келіп, әже осындай сабақ өтті дегенім, қараңғағар олар оттай береді деді да. Жүрегім орнына түсті. Бір тәлімі берген. Сол кезде әжем жоқ, мұғалімдердің тыңда дұрыс айтады десе, мен ішкі әлемде бір үлкен бір өзгеріс болайын деп тұр да. Сондықтан мына әженің ұстаздығы осында. Өмірге деген көзқарасты қалыптастыру. Шырағым, біреуге зиян тимесін дейді. Өтірік айтпа ешқашан, біреудің ақысын жеме дейді. Бұл тәрбиені
Толстой бере алмайды. Бұл тәрбиені Шопенгауэр бере алмайды. Оксфорд пен Кембридж де бере алмайды. Бұны әже береді, ата береді. Сондықтан әженің тәрбиесінің құндылығы осындағы. Тамаша, жақсы. Енді өзіңіз бір эфирге не беріп жатқан кезде, интервью беріп жатқан кезіңізде бүгінгі біздің көріп жатқан телевизордегі болсын, әлеуметтік желідегі болсын, әзілдерге көңіліңіз толмайтындығын айтқан екенсіз. Соның себебін түсіндіріп кетсеңіз. Қазақтың жалпы табиғатында жұмбақтап, астарлап айту деген нәрсе бар да. Қазақтың әзілде сондай. Сен оны түсіну үшін біраз ақыл жұмсау керексің, содан кейін барып түсінесің. Мысалы, Бауыржан Момышұлының бір әзілі бар. Мартай деген жиені ваннаға су толтырып алып жатып алған ғой. Әжетхан екеуі бір жерде екен. Баукең кетіп бара жатқан кезде Мекемтас ақсақал айтты. Мартай бар деген да ваннада. Сөйтіп кіріп кетті дейді, 1 сағаттан кейін анау әлі шыққан жоқ па деп айтты дейді. Жоқ деп барып таяғымен қағып айтты дейді. Ей депті, сенің әкең аюға 2 қарат шомылған депті. Туылғанда әйелдер шомылдырды, өлгенде мен шомылдырдым. Соны ақысын менен алайын демесең шыққан деп айтқан ғой. Тоңки әзіл да. Және бұны қазақтың тарихын, дәстүрін білмейтін адам күлмейді бұған. Түсіне алмайсың. Енді қазіргі әзілдер мынандай неге құрылған? Дарақы бір айқайларға. Мысалы бір скетч басталған кезде мен оны қазір ары қарай не болатынын біліп тұрамын да. Ал қазақтың әзілдері өте тоңки, сен күтпеген жерден шығады. Мысалы біздің ауылда бір Орынбек деген ақсақал ешегінен келе жатқан бір топ жігіттер тұрған, енді ұр жағынан қайнысы болады, біреу тиісті да, жезде деп тиіскен ғой. Орекет тісіңізден тіс қамап тұр, тіс салдырмайсыз ба деген ғой. Сөйтсе анау айтыпты қайнысына. Сорыңға осынызды зорға тамақ тауып бер жүрмін деген. Ол төл болса, қалай шығып келеді тамақ деген ғой. Мынаны осындай әзілдер. Енді қазақтың әзілін түсіну үшін кішкене ойлануға тура келеді. Ойды жұмсау керексің да, кішкене еңбектенуге тура. Қазіргі әзілдер енді біраз жігіттер ренжіді осыған. Әзілде жүрген жігіттер ренжіп қалды. Бірақ ол шындық айтуға тура келді, солай айттық. Тамаша, бәрекелді. Жалпы аға, өзіңіз өмірде мотивация болсын, жан дүниеңіздің демалуын қайдан аласыз жалпы? Біреу охотаға шығады, біреу балыққа шығады. Сіз неден демаласыз жалпы? Кітап оқып демалам, футбол ойнағаннан демалам. Кейде табиғаттың аясына барып, табиғаттың аясына түнеуге болады. Мысалы, осыдан бір 2 жыл бұрын айдалада бір шатыр тігіп, отбасымызбен барып айдалада жаттық. Кішкене қорқынышты болды. Бірақ сол демалыс естен кетпейді да. Саф, таза ауа, таудың желі естіп тұр, нерде өзен ағып жатыр. Енді аю келіп қала ма, қасқыр келіп қала ма деген бір үрей болды. Бірақ енді осылай бір демалып көрейікші деді. Сондықтан мен ана экспоның ішіне кіргеннен, Астанадағы бір жаңа ғимаратты көргеннен демаламаймын. Мен сол табиғи нәрселердің арасында жүрсем, сөйерден бір ләззат алам. Бәрекелді. Экспоның ішіне кіріп шыққанша шаршап кеттім мен бар ғой. Түн шығып кеттім. Енді оны бір керемет нәрсе деп айтып жатқан жоқпын. Шын сіздің сұрағыңызға жауап беретінін айтып жатырмын. Жоқ, тамаша. Бәрекелді. Жалпы енді өзіңіздің 5 жақсы көретін тұлғаңызды атасаңыз, және сол тұлғалардың қандай мінездері, қандай бір қасиеттері ұнайды сізге? Бірінші Мұхаммед пайғамбарымыз, Мұхаммед алейхиссалам, бүкіл адамзатқа үлгі болды, енді түсінікті жас. Енді өзіміздің қазаққа келетін болсақ, Абайды қатты қадірлеймін. Не үшін қадірлеймін? Сонау Семейден 180 шақырым жерде айдалада өмір сүрді. Ешқандай 3 жыл оқыған. Орысшаны 3 ай оқыған. Сөйтіп келді де бүкіл әлемнің ой алыптарымен ой теңестірді, асып кетті. Мысалы мен ол кісіні Толстойдан, Пушкиннен, Лермонтовтан бәрінен жоғары қоямын. Таң қаласын. Араб тілін білген, парс тілін білген, көне түрік тілін білген, татар тілін білген, қазақ тілін білген, жаңағы түрік тектес халықтардың бәрінің тілін білген. Соны айдалада жатып қалай үйренді? Ол саморазвитие деген нәрсе бар да, ізденіс күшті болған ол кісіде. Және ой антеннасы өте биік тұстаған. Никола Тесла тұр шығармасында. Қараңыз, Никола Тесланың біз атын енді естіп жүрміз ғой. Анау 1903 жыл жазған кітап Тасдиқ деген шығармасында Тесланың патент деген ғылыми жаңалығы тұр. Оны қалай біліп қойды ол кісі? Сонда өте современный адам болған. Осы тұрғыдан сондықтан Абайды құрметтеймін. 3-ші Махамбетті құрметтеймін. Шыншылдығы, өрлігі үшін. 4-ші Тоқтар Әубәкіров көзі тірі тұлғалардан мынау реактивті ұшақты кемеден тұңғыш рет ұшырып қондырған адам. Авиацияның тарихында ондай оқиға болмаған. Сондықтан батырлығы, өрлігі үшін, дархандығы үшін осы кісіні қатты құрметтеймін.
Бесінші адам қалды ма? Бесінші адам. Көп қойым құрметтейтін адамдар. Ардақ Назаров, қазіргі өзім замандастарымнан Ардақ Назаровты құрметтеймін. Тамаша. Ол ағамыздың қандай бір құндылығын жақсы көресіз? Ардақ Назаров өз спортшы, бірақ қолынан кітап түспейді. Домбыра үйреніп алды, күй үйреніп алды. Мынандай да тоқтамай бір ізденісте жүретін қасиеті ұнайды маған. Тоқтамайды. Одан кейін жақында ауылға шақырдық. 3 күн 3 түн ұйықтамай шетелден сапардан келіп біздің ауылға келіп түсті. Соны жаңағы жастармен кездесу болды. Азынан кешке шейін кездесу болды. Соны мен шаршап біттім кешке. Соны екеуміз шығарып салайын деп кетіп баратқан кезде түріне қарасам, свежий, шаршамаған да. Соны айттым, әрекет шаршаған жоқсыз ба? Шаршаған жоқ. Неге десем, 2002 жылы өзіме серт бергем дейді. Елге қызмет етем, және ол жолда шаршамайын деп серт бергем. Шаршауға болмайды маған дейді. Көрдіңіз ба? Құрметтеуге лайық қой қасиет. Сол үшін құрметтеймін. Тамаша. Ал, бәрекелді. Ал, енді біздің оқушылардан сұрақ болса, ағамызға байланысты. Ал, кім бастайды? Менде ойымда жүрген бір сұрақ бар еді. Қазіргі таңда бұл заманда андай балдар болады да, сындырып тастаймын, ұрып тастаймын, ойбай алдыма келсінші деп өзінен кішкентай балдарға қоған оқу көрсетеді. Бірден жағаға жабысып өзінің күшін көрсетеді. Сондай балдарға қандай ақыл кеңес айтатын едіңіз? Ол бала біріншіден рухани жағынан өте таяз, жұтаң екенін мен қазір бірден біліп тұрмын жаңа әңгімесінен. Мықтылық бір адамды ұрып қалату емес, керісінше ерекшелікте өзін ұстап қалған адам мықты адам. Адам жеңген сайын жеңіледі, тәкаппарланған сайын төмендейді. Кісі болған сайын адамшылығынан айырылады. Осыны түсіну керекпіз. Сондықтан ондай жігіттерге қазақта мынандай бір сөз бар. Сом сынғанға алла бар дейді, сом темірге балға бар дейді. Ертең одан бір мықты жігіт шығады да, оны ұрып құлатады, сол кезде түсінеді ол. Сондықтан қазақта бір сөз бар, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген. Мысалы, Бауыржан неге қатты құрметтейміз? Ол айтады, менен мықты, менен батырлар болды дейді да, бірақ Баукеңнен білімді адам болмаған соғыс мәселесінде. Сондықтан осы білімге қарай ұмтылу керек. Жарайды, бір адамды ұрып құлаттың, орысша айтқанда, ну и что? Не болды соны бір адамды ұрып құлатты, жарайды. И не болды сонымен? Тек қана бір адамды ұрып құлатты, бір адамның денсаулығына зақым келтірді, басқа ештеңе жоқ жерде. Ал енді Абай бір кітап жазып кетті, әлі күнге шейін оқып пайдамызды алып жатырмыз. Сондықтан осы адамдық ар, білім, Абай айтады, тегінде адам баласынан ғылым, мінез, ар деген нәрсемен озат дейді. Мына Бенджамин Франклин деген шетелдік азамат айтады, бірақ жарыс бар деген. Шын жарыс, ол адамдықтың, жақсылықтың жарысы деген. Мен түсінетінім, жігіт бүйтіп мақтанып жатса, кеше інім бір нәрсені көтере алмай екен, көтеріп жібердім. Кеше ағам үйінде той болған еді, азынан кеше шейін қызмет жасадым десе, мақтанса, мені мақтануға лайық деп ойлайтын едім. Кеше анам жұмсаған еді, жұмысын тындырып келдім де, тағы жұмсаңызшы ана деп айттым. Анамның аяқ киімін сүртіп қойдым деп мақтанса, мен түсінетін едім. Ал енді біреуді ұрып құлаттым, ерекшелікті жеңіп қойдым деп, ол мақтанатын нәрсе емес, ол адамның таяздығын білдіретін нәрсе. Ұят нәрсе. Шабытты негізі қайдан аласыз? Мысалы, кейбір ақындар айтады да, табиғатқа шыққаннан деп. Мен өзім де өлең шығаратыным бар да, бірақ табиғатқа шыққаннан ондай бір нәрселер ойға келе бермейді. Мысалы, адамдар көріп отырсыз, негізі ол күйбең неде көбінесе ойға келеді. Мысалы, біреумен аразасқан кезде, немесе бір көңілді нәрсе болған кезде ойға шатып келеді. Сізде ол қалай болады? Бұл өзі қызық, жұмбақ нәрсе. Шынында да шабыт деген нәрсе бар. Өте жұмбақ нәрсе. Мына мен бір өлең жазылу тарихын кішкене айтып жіберсем, осыған жауап болатын шығар. Астана қаласында бір ақындардың басқосуына қатыстым. Түнде таксимен қайтып жатқан кезде такси рөлдегі кісі айтып қалды да, мына Орынбор көшесі деп айтып қалды. Не бар оның өлеңі? Орынбор көшесі деп айтып қалды. Мына кітаптың ішінде бар, Орынбор көшесі деген. Ол айтты, ол білген жоқ та маған ана сөздің қалай әсер еткен. Орынбор деген кезде баяғы Байтұрсыновтар, Мағжандар, Жүсіпбектер есіме түсті. Өйткені сол жерде олар қазақ елін құрамыз деп талпынды, ғылым жасады. Сол есіме түсіп, ішке әлемде сұмдық бір төңкеріс болды да. Сөйтіп ана жата қонақ үйге барған кезде де мазам болмай жүрді. Түнгі сағат 3-те оянып өлең жаздым. Сонда оған әсер еткен таксистің Орынбор көшесі ғой деген бір сөзі. Оны бір адам естісе, оны әсерленмеуі мүмкін. Бірақ шығармашылық адамына кейде осындай кішкентай бір түрткі ішкі әлемін қопарып жібереді да. Ал енді сондықтан шабыт деген адамның қолына қалам ұстауына әсер ететін бір рецептін бере салу қиын. Әртүрлі жағдайлар болады.
Кейде мынандай бір жағдай болды менде. Бір көлікке, автобусқа міндім, бір өлең шумақтары келді да ойыма. Кітапханаға баратым, кітапханаға барғанша жатқа оқып бара жатырмын. Жазылмаған өлең. Ана жерге барған кезде жоқ болып кетті. Ойладым, қазір мынаның бәрін қазір қайтадан жазып аламын деп. Жоқ ана жерге барған кезде. Осындай жұмбақ нәрсе. Қашан келеді, қай кезде келіп қалады білмейсің. Мысалы Шыңғыс Айтматов ана бір роман Боранды бекет па, қателеспесем, пойызда кетіп бара жатқан кезде радиода мынандай хабар естіген да. Байқоңыр ғарыш айлағынан осындай бір ракета ұшырылды ғарышқа деген естіген ғой. Содан бір роман туған. Бірақ сөйлемейді. Сондықтан бұл жұмбақ нәрсе, шабыт деген. Бірақ ол міндетті түрде бар. Тек қана табиғат емес ол. Әртүрлі әсері болуы мүмкін. Ұят деген сөздің мағынасын қалай түсінесіз? Ұят ол иманның белгісі деп ойлаймын. Мынандай нәрсе бар, адамның ішкі әлемінде болып жатқан нәрселер сыртынан шығып тұрады. Ұялғанда бетің қызарып кетті, ол физиологический құбылыс емес, ол рухани құбылыс. Демек сенің жаныңда адамдық бар деген сөзді ол. Қонай Бақсақалдың бір сөзі бар. Бір жиында жұрттар мақтаған ғой, Қонай Бақсақалды. Енді мақтауға лайық адам ғой. Қатты мақтаған, соның біткеннен кейін қасындағы жігіттен сұрапты, жаңа жұрттар мақтап жатқанда бетім қызарды ма деген ғой. Қызарды депті. Онда әлі адамдық бар екен менде депті. Одан кейін мен бір сөзім бар мына жерде. Ұялған адамның бетіндегі қызылдан әдем түс көрген жоқпын мен деген. Қандай ғажап түс, адамдықтың түсі да ол. Сондықтан ұят дегенді осылай түсінемін. Бірақ мынаны ажырату керек. Абай айтады, ұялмайтын нәрседен ұялу ақымақтық дейді. Неден ұялу керек? Неден ұялмау керек? Ол үшін білім керек. Мысалға білмейтін нәрсені сұрау ұят па? Ұят емес ол. Ғалымдар айтады, білмеу ұят емес дейді, білмеуді жалғастыру ұят деген. Сондықтан ажырата білу керек та. Ұялмайтын жерде ұялып, кейде ұялатын жерде ұялмаймыз біз. Ол білімсіздіктен. Сондықтан дұрыс ұялу үшін, ұялатын жерде ұялу үшін, ұялмайтын жерде ұялмау үшін адамға білім керек. Қысқаша айтқанда ұят деген ол адамдықтың белгісі, адамдықтың тірегі ол. Тамаша. Ал, кімді қандай сұрақ бар? Егер қазақтың зиялы бір тұлғаларының бірімен сұхбаттасуға мүмкіндік болса, кіммен сұхбат құрар едіңіз? Тоқтар Әубәкіровпен. Ал өмірден өткендер? Абаймен. Енді отбасыңызша сұрайын деген едім. Мысалы үшін қазіргі таңда көбісі айтады да, ер азаматтың ісі емес деп, үй шаруасы мысалы. Сіз өзіңіз кейде өзіңіздің әйеліңізге көмектесіп тұрасыз ба? Көмектесем. Көмектесем және көмектесу керек. Көмектесу керек. Ауырды көтертпеу керек. Өйткені сенің бала-шағаң анасының беліне зақым келеді. Өзіңе бір нәрсе алған кезде оған да бір нәрсе әперу керек. Өзің бір тәт жесең оған да жегізу керек. Ол міндет, жауапкершілік ол. Сондықтан жаңағы үйде егер мүмкіндігім болса көмектесем. Бірақ сол мүмкіндік бола бермейді. Достық жайлы айтып бере аласыз ба? Нағыз достық. Нағыз достықты ежелгі грек-рим жұртының бір оқымыстысы айтқан екен. Достық деген екі тәндегі бір жан деген. Екі тәндегі бір жан деген. Жаны бір, мақсаты бір, жүрегі бір. Дос болу үшін батырлық керек, жүрек керек, адалдық керек, оңай нәрсе емес. Жалпы дос бол деген оңай емес. Үлкен жауапкершілік және шын дос. Мен жан досым деп айтамыз ғой біз. Ол енді уақытпен сыналып барып шешілетін нәрсе да. Одан кейін жалпы адам баласының бәрі дос болу керек негізінде. Мысалға бір сырғанаққа бардық, кішкентай балам айтады да маған. Анау мен досым ғой дейді да. Сөрде барып жолықты, дос болып қалыпты да. Сол ішіне айтатын, балам, мен сен достық түсінбей тұрсың ғой деп атын да. Үйге келген соң ойладым, жоқ, Абай, сен түсінбей тұрсың достықты. Ол барып та бір балам дос бола салды. Ал біз дос болу үшін сынаймыз, үйтеміз, біз қиындатып жібереміз да. Негізі баламдікі дұрыс. Адам баласының бәрі бір-біріне дос негізінде. Сондықтан достық деген өте кең ұғым. Ал енді мына жақын достық деген ол енді уақытпен сыналып барып көзің жететін нәрсе. Құдайға шүкір ондай достар бар. Аллаға шүкір. Аға, енді мен сізден бір өсиет сұрағым келеді. Осында отқан тәймелістей қыздарыңыз отыр. Ұлдарыңыздай ұлдар отыр. Осыларға бір әкелік ақыл кеңесіңіз айтсаңыз.
Қазақ данышпан халық бәрін айтып кеткен. Қыздарға айтады, қыздың жолы жіңішке дейді, ұлдарға айтады, ұлдың жолы ұлы жол дейді. Демек, жігіттер кейбір нәрселерді елемей кететін, байқамай қоя салатын жерлері көп болу керек жігіттердің. Қыздарды кешіре салатын, қыздарға құрметпен қарайтын жерлері көбірек болу керек. Одан кейін қыздар біздің үлгі алатын адамдарымыз қазіргі сахнада жүрген әншілер, шетелдің кино жұлдыз сымақтары емес. Олар әжелеріміз, өзіміздің аналарымыз, өзіміздің тарихтағы аруларымыз, Құртқа, Қыз жібек сияқты. Немесе Абай жолындағы Ұлжан, Зере сияқты. Сондықтан үлгіні сол жақтан іздеу керек. Мына жақтан іздеудің қажеті жоқ. Ол жақта шын мәнінде аруға лайықты ондай адамдар жоқ. Европаның киноларында, Голливудтың фильмдерінде, Европаның немесе Ресейдің сахналарында ондай үлгі алуға тұратын әйелдер, қыздар жоқ. Үлгіні өзімізден іздеу керекпіз. Оранды жаттан сұрап, үлгіні жаттан іздеудің қажет жоқ бізге. Сол жастарды қалай түзеуге болады негізі? Не істеу керек? Не істеуге болады оған? Олайым бады қойсаңшы, не істейін деп. Жақсы, алла жазсын, жақсы. Толстойдың бір сөзі бар. Ақымақ едім, әлемді түзетпек болдым. Қазір ақылым кіре бастады, өзім түзеуге кірістім деген. Күшті сөз, Содан кейін тағы бір мысал бар да. Мысалға жамандық дегенде бір батпақ деп ойлайықшы, лай. Соны Толстой айтады да, батпақтың ішінде жүрмін дейді өзім. Анадындарға батпақтан шығайық, таза жерде өмір сүрейік деп айта бердім дейді, ешкім тыңдамайды дейді. Содан кейін былай істедім дейді бір күні. Батпақтан шықтым дейді өзім. Үстіме тап-таза киім киіп келгенім, сен қалай бүйтіп таза болдың деп сұрай бастады дейді да. Сол кезде менің қасыма келіп таза киім киетіндер де көбейе бастады деген. Сондықтан адам өзі адамдықты іздесе, ғылымды көздесе, одан әсерленіп, оған еретін адамдар көбейе бастайды. Сондықтан өзімізге қатты мән беруіміз керек. Тамаша. Жаңа Толстой демекші, Толстойдың әңгімесі бір есіме түсуге кетті да, кітабыңызда жазылған. Толстой 80 жасына жақындағанда ма, қателеспесем, жаңағы Папирус деген компания жаңағы бір сыйлық жіберген екен. Иә. Сөйтіп сыйлығын қайтарған екен. Иә. Енді осы жердегі бір принципіне бір тоқтала кетейікші, жалпы темекінің. Міне соны оқып бере салайын мен. Өзі ғажап мысал. Аттомон деген темекі фабрикасына 1908 жыл жазған хаты. Толстой былай дейді. Аттомон деген темекі фабрикасы Толстойдың 80 жылдығына орай оның атымен суретін басып папирос шығарған. Темекі шығарған да. Sonra бүйтіп жазады. Сіздердің хаттарыңызда, сыйлықтарыңызда алдым. Темекіден зиянды іс ретінде бас тартқаныма 20 жылдан асқандықтан, һәм оның жарамсыз зиянды әдет екеніне жазбаша ауызша айтып, басқаларды сақтандырып жүргендіктен, өкінішке орай сыйлықтарыңызды қабылдамаймын. Неден жаңағы шетелден келіп тұр ғой сыйлық, қабылдамаған. Папирос салынған әдемі жәшіктерді қағаздарын салу үшін сіздерден естелік ретінде өзіме қалдырамын, ал папиростардың өздерін сіздерге қайтарамын. Менің бұл өтінішімді жамандыққа балай көрмесеңіздер екен дейді. Үлгі бар ғой, Үлгі бар. Сондықтан темекі, кальян, арақ дегендер адамдықтан шығаратын нәрселер, денсаулықты құртатын нәрселер. Адам болам деген адам жоламау керек. Оған жоламаған адамдар бар, біреуін айтайын, Мұхтар Шахан. Ішпей-ақ аты шықты, шекпей-ақ ақын болды, қазақтың ұлт батырына айналды. Тамаша. Алтындай уақытыңызды бөліп келіп осындай таймеристей, ұлдарыңыздай жастармен жолығып сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Алла сізге, отбасыңызға және осындай шығармашылық жолдарында Алла берекесін берсін, зейініңізді ашсын. Қазақ еліне пайдалы екінші Абайға айналыңыз, Құдай қаласа. Рахмет үлкен. Сіздерге де үлкен рахмет, құрметтеп шақырғандарыңызға, қойған сұрақтарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де адамдықтың биігіне шыға беріңіздер деген тілек айтамын. Жақсы, рахмет.